жігіт адам табысты болу үшін өмір бақи өзгермейтін бір 3 шарт бар. Осы 3 шарт орындалған кезде ол аз ба көп па міндетті түрде табысты болады. Бірінші шарт міндетті түрде ризқының Алладан келетін мойындау. Ол біздің күш қуатымызға, ол біздің жанталасқанымызға да кейде қарамайды. Алла әлгі халық арасында айтылады ғой, қаласа форчикадан береді деген секілді, Алла қаласа өзінің бір тосын сыйлары болады. Сондықтан ризқының Алладан екенін мойындау және Алладан сұрау. Алладан басқа ешкімнен, еш нәрседен дәметпеу. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе әрекетте болу, еңбектену. Қазақта сөз бар. Өлмегенге өлі балық жолығады. Яғни өлмеген адам әрекеттенеді, тірлік етеді, алдынан өлі балық жолығады. Әрекетке берекет болады. Мысалға хадистерде айтады, егер қарның ашса, сыртқа шық дейді. Ол деген сөз үйде жатып алма, сыртқа шық, әрекеттен танысыңмен кездес, білет адамға бар, іс иелеріне жолық дейді. Үшінші нәрсе не? Адам табысты болмағаннан намыстану керек. Ата-анаңа масыл болуға, әйеліңе масыл болуға, біреуге масыл болуға намыстану керек. Ғафу Қайырбеков ағамыздың керемет сөзі бар. Мен ештеңені білмеймін, бір нәрсені білем дейді. Жігіт адам мал табу керек дейді. Сол ағаларымыз айтқандай, ер азамат мал таппағаннан намыстану керек. Өйткені сенің мойныңда қанша адамдардың жауапкершілігі бар.